Балалар, саламатсыңдар ма? Жағдайларың қалай, жақсы ма? Бүгінгі біздің оқу қызметіміздің тақырыбы көктем гүлі деп аталады. Бүгінгі оқу қызметіміздің мақсаты көктем гүлі қызғалдақты таныстыру, қызғалдақтың өсуін, барлығын сіздерге таныстыру. Қызғалдақтың негізгі отаны Қазақстан болып табылады. Қызғалдақтың сабағы жасыл, күлтелері қызыл болады. Балалар, сендер қызғалдақ гүлін қандай екенін білесіңдер ме? Олай болса, қызғалдақ гүлі туралы видеоны тамашалаңдар. Ал балалар, олай болса, видеоны тамашалап болсақ, дидактикалық ойын мына сұрақтарға жауап беріп, маған кері байланыс жасап жіберіңіздер. Одан кейін үйге тапсырма, мына гүлді ата-аналарыңның көмегімен бояп, маған қайтадан кері байланыс жасап жіберіңдер. Мына гүлдер сияқты әдемілеп бояп, әсемдеп маған жіберіңдер. Ал балалар, олай болса біздің оқу қызметіміз аяқталды. Хош, сау болыңдар.